Баршаларыңызға қайырлы күн достар, сіздермен жебек. Бүгін мен сіздерге каналымда қатпарлы, өте дәмді капля деп аталынатын самсаның рецептін бөлісемін. Видеоны дауысын шығарып таңдаңыздар. Ол осындай өте қытырлақ әрі дәмді самса болады. Дастарханға қойсаңыздар мүлдем ұялмайсыздар. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Видео толық рецепті дәл осы видеоның жалғасында. Бізге ұн қажет, електен өткізілген, оның үстіне тұзды қосып, ұн мен тұзды араластырамыз. Үстінен салқын суымызды құямыз. Енді осыны жақсылап тұрып араластырып, қамырды илейтін боламыз. Бұдан артық мен осы мөлшерді жазып кетемін описанияға. Бұдан артық ешқандай ұн, су қоспайсыздар. Бұл қаттырақтан келген қамыр болып шығады. Сәл қаттырақтан келген қамыр болады. Жақсылап тұрып қолмен қамырды илейсіздер біркелкі етіп. Енді осы қазір иленген қамырды үстелдің үстіне қойып, екеуін дәл ортасынан екіге бөлетін боламыз. Екеуінде граммдар бірдей болу керек. Менде біреуі 751, екіншісі де дәл сондай болып шықты. Енді осы екі бөлек қамырды екі пакетке қарай салып қойып қоямыз. 15 минутқа қойып қоятын боламыз бөлме температурасында. 15 минут өткен соң пакетімізден қамырымызды шығарып, енді бұл демалған қамырды енді жақсылап тұрып тағы да илеп жібереміз. Сол кезде бұл қамырдың ішіндегі арасында тұрған комоктары, яғни түйіндері ешқандай болмай, біркелкі қамыр болады. Жайған кезде ешқандай қиналмайтын боласыздар. Сол себептен тағы да жақсылап тұрып илеп, видеодағыдай. Одан кейін қайтадан пакетімізге салып қоямыз. Екінші қамырды да солай жасап, оны да пакетке қайтадан салып қоямыз. Осылайша бөлме температурасында 15 минутқа қоямыз. 15 минут өткен соң қамырымыз жақсылап тұрып демалып алады. Яғни екі қамырда жарты сағаттан демалды. Енді жайған кезде біркелкі жақсы болып жайылады. Енді үстелге ұн сеуіп және қамырымызға ұн сеуіп, осылай ең бірінші қолмен сәл жайып аламыз. Одан кейін ары қарай оқтаумен қамырымызды жұқа етіп жаятын боламыз. Енді жайылған қамырдың үстінен осындай ерген сармаймызды құямыз. Бұл ерген сармайды қатты ертудің керегі жоқ. Су мен майынан бөлініп кетпесін, қатты қайнап ерімесін, тек еріп кетсе болды. Қатты ертіп жүрмеңіздер, әйтпесе біздің жасап жатқан самсамыз слоеный, дұрыс емес болып шығады. Енді осыны барлығын жайып, толығымен қамырдың шетіне дейін. Енді осылай видеода көрсетілгендей қылып орайтын боламыз қамырымызды. Қаттырақ қылып ораңыздар, арасында ешқандай ауа қалып кетпесін. Осылай қаттырақ етіп орайсыздар. Осындай менде қазір екі қатпарлы қамыр шықты. Енді осы қатпарлы қамырды осылай дөңгелетіп қойдым. Енді пакетке қарай салып, холодильникке 1,5-2 сағатқа қоямыз. Сол кезде бұл қамырлардың арасындағы сармайы қамырға сіңіп, жақсы болып шығады. Енді пакетімізден ары қарай алатын боламыз қамырларымызды. Енді ары қарай қамырымызды осылай бірдей бөліктерге бөлетін боламыз. Барлық қамырларды кесіп жатқан барлығын граммдар бірдей болсын. Сол кезде самсадың да пішіні бірдей болып шығады. Осылайша барлық қамырларды осылай жасап шығамыз. Енді мына жерде қазір менде тартылған ет, оның үстінен 4 бұрышты майда етіп туралынған пиязымызды салып, оның үстінен дәміне қарай тұз, одан кейін қара бұрышты саламыз. Енді қолмен жақсылап тұрып араластырамыз. Қолмен араластырған негізі ыңғайлы, қасықпен немесе басқа да затпен араластырғаннан көрі. Осылай қолмен жақсылап тұрып араластырамыз, сол кезде біркелкі болып араластырылады. Осымен самсаның начинкасы дайын. Енді бағанағы қамырларымызды алып, оқтаумен жаятын боламыз. Қатты жұқа қылып жай жермеңіздер, немесе қатты қалың болып қалмасын. Видеода қазір мен қалай осы самсаның түйу әдісін көрсетіп жатырмын. Видеоны жақсылап тұрып қарап алыңыздар.
Енді әрі қарай табамызға осы түйілген самсалардың барлығын орналастырамыз. Енді оның бетінен жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз самсалардың барлығына. Оның үстінен осындай күнжіт немесе мактарды сепсеңіздер болады. Сол кезде түрі де дәмі де одан сайын дәмді әдемі болып көрінеді. Мен қазір жартысына күнжіт септім, ал жартысына болса макты сепкен болатынмын. Енді мен дәл қазір ортаңғы жағы бос болып тұрған соң, қазір осындай 4 бұрышты қылып картина ретінде қылып самсаны түйдім. Осыны ортасына орналастырдым. Енді 180 градуста 20-25 минут пісіресіздер. Әркімнің пеші әрқалай, сол себептен барынша қарайлап тұрыңыздар. Сонымен біздегі самса дайын, өте дәмді болып шықты. Бірден ыстықта жесеңіздер тіпті дәмді болып шығады. Осындай қытырлақ болады. Сол себепті мен сіздерге жасап көруге міндетті түрде кеңес беретін боламын. Егер де сіздерге видео ұнаса, осы видеоға лайк басып, астына кез келген комментарий, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Жібек.